Бұл бөлім жауапкершілік пен еңбекқорлықтың орны. Атаулы қызметтегі жұмыстарда қателіктерге жол жоқ. Мұндағы мамандарының әрбірінің атқарар маңызы зор. Себебі олар энергия желілерінің тынысын күндіз-түні қадағалайды. Кандагель Баканов. Қымбатов Тимирлан Николайұлы. Так, 3.45 бойынша түнгі ауысымда Мұғажар ауданы бойынша жағдай қалыпты ма? Бұл мекеменің жүрегі атауын иеленген орталық диспетчерлік қызметі. Олардың негізгі мақсаты атқарылатын әрбір іске бағыт-бағдар беріп, апаттардың алдын алу. Қауіпсіздік, тиянақтылық, кәсібилік олар үшін ең бірінші орында. Электр желілерінің тұтынушыларына үздіксіз және сапалы электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету, технологиялық бұзушылықтардың алдын алып, электрмен жабдықтауды тез қалпына келтіріп, сенімді режимді қабылдау. 220-110-35 киловольтті электр желілерінің диспетчерлік басқаруын жүзеге асыру, релелік қорғау және автоматика құрылғыларын, телемеханика құрылғыларын сынақтан өткізу, жөндеуге қабылдау мен резервке шығару, өтінімдерін тіркеу және өңдеу. Орталық диспетчерлік қызметінде 9 диспетчер, 6 инженер, жедел шығу бригадасында 16 электромонтер қызмет атқарады. 2 диспетчер, 4 электромонтер ауысымда қызмет атқарады. Орталық диспетчер қызметіне еңбек өтілімі және де біліктілігі жоғары қызметкерлер қызмет атқарады. Мекемеміздің іс-шараларына қызметкерлеріміз белсенді қатысып, оның ішінде түрлі марапаттарға ие болды. Соның ішінде әріптесіміз адал еңбегі үшін грамоталармен марапатталды. Жұмысымыз өте жауапты, әр іс, әр сөз нақты жоспармен қателіксіз орындалады. Атаулы қызметте шынымен де білікті мамандар қызмет атқарады. Оның ішінде әрбір желіні жатқа біліп, оларды зерттеп, сенімділікпен бағдар беретін нағыз мамандар диспетчерлер. Олар осы қызметке жетуге деген мақсатпен үлкен жолдан өтіп, кәсібилік үшін біраз шыңдалады. Диспетчер әртүрлі төтенше жағдайларда авариялық операцияларды үйлестіру және бағдар беруге жауапты маман. Біздің негізгі міндетіміз жұмыстың тиімді және қауіпсіз ағымын қамтамасыз ету, жағдайлардың өзгеруіне және жедел әрекет ету, және де әртүрлі бөлімдер немесе сыртқы бригадалар арасындағы байланысты басқару, яғни оларды жұмысқа енгізу. Диспетчерлер үздіксіз жарық беруді қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады. Орталық диспетчерлік қызмет тәулік бойы жұмысын атқарады. 12 сағаттық түнгі жұмыстан соң қазір міне бізде кезекшіліктің ауысымы болады. Талғат Әбілқайыров, бүгінгі күн ауа райының қолайсыздығына қарамай жақсы өтті, сәтті өтті деп ойлаймыз. Енді қалған уақытта қалған минуттар тек абыроймен өткізіп, тапсырып, үйге қайтуға нәсіп етсін. Тоқтаусыз, тәулік бойы қызмет атқаратын диспетчерлік бөлімнің тағы бір бөлігі жедел шығу бригадасы. Олар ауа райына уақытқа қарамастан халық жарығын қалпына келтіру үшін аянбай қызмет етеді. «10 киловатт Желгородок біздер апуға келіп тұрып, центральный сигнализация шкаф номер. Осының бағыты бойынша қай жерде авария болған, осыны центральный шкаф бойынша бағытпен жүреміз, қай жерде авария болған. Біз жаңа центральный сигнализацияны қарадық. Ячейка 5, бізде мына аварийный отключение болған. Бірінші командасы бізге диспетчердің тексеріп аламыз, сүніп тұрған бірінші пункттың. Екінші пункт автомат сүндіреміз, ауышу деген. Өзің хоботтар шешеміз, выкати тележка ремонтное положение, тележканы шығарып қоямыз ремонтное положение. Өзің ар жағына кабель қараймыз, кабель сау ма, қандай состояние болсаңыз диспетчер доклад береміз бәрін. Бұл жұмысымызды бітіргеннен кейін. Учеш Заманбек ОВ1 ночной сменен шығып тұрмын. Біздің ночной смен қиындық жұмысымыз, түнгілік жұмыс сменде ауыртпашылық қарамастан жұмыстан әр қызметке ТБ-ларға бағынып жұмыс істейміз. Күндізден қарағанда түнде көзге көрінбейтін жұмыстары бар. Бізде 17 пациентсы, әр пациентсының әртүрлі. Өзінің выключателері бар, әр 110-кілер бар, 35-кілер бар. Өзінің қиыншылықтары бар, қосылатындар бар. Погода бар бізде, көрінбейтін аяз кездер болады. Соған қарамастан біз халық үшін жұмыс істейміз. Кез келген жұмысты жауапкершілікпен қараймыз. Әр жұмысты міндетімізді орындаймыз. Жұмысымызды қиыншылық қарамастан өзім жұмысты сүйікті, жақсы көреміз. Бізде перечень бар. Әр переченьде де жазылып тұрады. Бізде УВМ бар, тапсырамыз УВМ, журнал, камерам бар. 17 пациенттің кілттері бар. Соны бәрін тапсырып,
Тащить средства, штангы, қағаз жұмысы, ПЗ, 110-шный 2, 35-шный 2, 10-шный 3 болу керек бізде, 110-шный штангелер, ПЗ қоятын штангелер, агентушителі 4, болтыйымыз бар, 2 болты. Смен тапсырып жатырық, біз журнал жазамыз, смен сдали деп жазамыз, біз қол қоямыз. И журналды береміз, қарап оқып, не дефект бар, қандай дефект жазғанымыз бәрін тексеріп алады өздері. Замечание жоқ, өзгеріс жоқ, мына бетте. 22 қаңтардан бастап, смен тапсырғаннан бастап оқып шығайық. Нұрболатаға ешқандай замечание жоқ екен? Ешқандай дефект болмапты, смен қабылдай берсек болады. Ал жақсы жігіттер, семендеріңе сәттілік, аман шықты. Осынау қарбалас жұмыстар мен ауқымы кең шаралардың ойдағыдай өтуіне септігін тигізетін тағы бір мамандар тобы бар. Олар инженерлер. Бұл дүйсенбі күнгі өтінім ғой, 25 шілде. Телефонограмма бойынша тұтынушыларға ескерту беріп, келісімін алыңыз. Өтінім келісім беріп, бұны диспетчерлерге беріңіз, телефонограмманы тұтынушыларға келісімін алуға жіберіңіз. С потребителями согласовано, руководство дало разрешение, можно отрабатывать. Хорошо, я перепроверю, хорошо, спасибо. Біздің орталық диспетчерлік қызметте 6 инженер жұмыс жасайды, оның 3-еуі режим инженері, 2-еуі шығын есептеу инженері, және 1-еуі жедел жұмыс жетекші инженері. Орталық диспетчерлік қызметінің режим инженері атқаратын қызметі апаттық және жоспарлы ремонтты өтініш қабылдайды. Сонымен қатар жыл сайынғы жазғы және қысқы өлшемдер өткізеді, үнемді және сенімді жұмыстарды қамтамасыз ететін режимдерді әзірлейді. Қосалқы станциялардың жүктемесін бақылау өлшемдерін жүргізуді ұйымдастырады және олардың нәтижелерін өңдейді. Электр энергиясының шығынын есептеу инженерлері өңірі бойынша ай сайынғы тұтынылған тұрғындардың электр энергиясының шығынын есептейді. Біздің ұйымшыл әрбір іске тиянақтылықпен, ұқыптылықпен қарайды. Кез келген тапсырманы жауапкершілікпен мүлтіксіз атқарады. Мереке және демалыс күндеріне қарамастан адал қызмет етіп, ауызбіршілікпен еңбек етеміз. Мейрамдарда бірігіп уақыт өткіземіз, көңілді тойлауға тырысамыз. Ақтөбе облысымызда жедел диспетчерлік қызмет орналасқан, ол орталық диспетчерлік қызметпен байланысты. Сонымен қатар қаламызда 17 қосалқы станция орналасқан, бейнекамералармен осы жерден бақылай аламыз. Қосалқы станцияларды. Бұл қосалқы станциялар жедел шығу бригадасымен қызмет атқарады. Бейнекамера арқылы бақылап қарап отырамыз. Бүгінгі шығарылымда энергоотбасының көрінісін айқын айшықтап, ұйымшыл ұжымның нағыз бейнесін көрсеткен орталық диспетчерлік қызметі. Олардың жүздеріндегі жылулық пен жарық, қуаныш желілері арқылы өңіріміздің әрбір бөлігіне тарайды. Орталық диспетчерлік қызметі энергоотбасының бір бөлігі деп сеніммен айта аламыз. Біз өмірді жарқынырақ етеміз.